Елдос жап-жас жігіт. Мен Астанаға барған кезде аға осындай айналыссам деді, айналыса ғой дедім. Пысықтығының арқасында 9 қаладан өкілдік ашып тастаған. Қалған өзі айта ғой. Саламатсыздар ма, құрметті бизнес бастаулықтар, алаш зиялыларының ізбасарлары. Менің есімім Елдос. Осы Шопикон деген эксперт топтар желісінің жетекшісі болып келем. Енді шоп деген білесіздер, дүкен, Шоп деген дүкен, айкон деген онлайн шопинг деген сөзден шыққан. онлайн шоп, жақсы кеттік. Осы Шопикон эксперт топтар желісінің жетекшісі болып келем. Неше жастасың? Жасың нешеде? Жасым 21-де. 21-де, қазір крутой 9 қаладан айналдырған 3 ай болды ма? Қанша болды айналысқан бастаған? 5,5 ай болды. 5 айдың ішінде осындай обороттарын қанша болды? Біздің оборот қазір 24,5 миллион теңге. Нөлден бастады 5,5 ай бұрын. Солай ғой да? Иә, дәл солай. Біздің негізі біз өзіміз негізі Астана қаласында оқып бітіргенбіз. Біздің бас офис Астана қаласында орналасқан. Мынау біздің суретте көрсетіліп тұрған жаңа нелер. Біздің офистардың көрінісі. Астана қаласында біздің онлайн оқыды. Суретте көріп тұрғаныңызда біздің мына офистің көрінісі. Мынау біздің Ғалым деген кісі, біздің тұрақты клиентіміз болып келеді, жайдарманның ойыншысы. Біздің қазіргі таңда 2 сайтымыз бар. Біреуі shopicon.kz, екінші shopicon.bb.kz деген. Арнайы сіздер үшін оптым бағада shopicon.bb.kz деген портал бар. Оны сіздерден басқа ешкім көре алмайды. Біздер розницаға да, оптымға да шығамыз, сол себепті 2 сайт жасауға тура келді. Мынау біздің сайтымыздың көрінісі. shopicon.bb.kz кіріп, заказ беріп, бізде менеджерлер бәрі сұрақтарыңызға жауап береді. Қарай берсеңіздер болады. Одан кейін біздер қазіргі таңда 9 қалада үлкен филиал болып, Шопикон топтар, эксперт топтар желісі болып құрылдық. Жаңа айтып өткенде бізде Астана қаласында головной. Бізде мына жерде барлық телефон номерлері, әр қаланың телефон номерлері мен адрестері көрсетілген. Жақсы, ортақшатқа салып қоямыз, порталға салып қоямыз. Сіздердің бұл жерде отатындарыңыз алматылықтар үшін, мысалы сіздер ертең таргетинг деген үлкен құралды меңгеріп аласыздар да, сіздер Ақтөбеге, Ақтауға, Атырауға жарнама жіберу арқылы сол қалалардағы біздің филиалдардағы заттарды сатуға болады осы жерде отырып қана. Сондай отатын мүмкіндіктеріңіз бар. Және де кез келген ауылда отырып, бүкіл Қазақстан бойынша сауда жасай бересіңдер. Негізгі бұл бизнесті бұлар неме деп айтады? Дропшиппинг. Дропшиппинг деп айтады. То есть сен мысалы Жаңаөзенде болмаса Үржарда, там Қызылорданың Қазалыда отырсың, Ақтөбеде саған клиент келді, айтасың: Елдос, Ақтөбеге маған заявка келді, там неменеге массажерға 5 массажер салып жерші. Мен сенен 10 мың алам, 15 мың сатам, үстіне 25 мың теңге менің счетыма сала сал. Ол жібереді, ақшаны алады, үстіне саған сала салады, үйде отырсың. Түгел жасап береді. Доставка жасап береді, сенікі тек клиент табу, сен счетың ақшаны сай салады болды. Қолсау қуанып жатсыңдар. Шынайы, мен интернет-маркетолог болам, шынайы мысалда құрал үйрену үшін қолдануға болады. Құрал үшін. Бірақ негізгі өзіңнің малданатын малың 5-10 жыл бойы жасайтын бизнестен айырылып қалмаңдар. Жақсы ма? Осындай мүмкіншілік. Мынаны неменеге жібереді, осы телефонмен прям ертеңнен бастап ете берсіндер болады. Бірақ сәрсен бүгін толық товарларын әкеп, толық бүкіл сұрақтарыңа жауап береді. Бүгін сұрақ қойып, уақытымызды алмай қоя. Кеттік. Бізде Қытайда 7 қалада қоймаларымыз бар негізі. 7 қаламен тығыз байланыс жасаймыз. Бізде тек қана сауда ғана емес, жаңағы бизнестің 3 түрі: сауда, қызмет, одан кейін өндіріс. Сол сфераларға да керек заттарды әкеп бере аламыз. Станок болсын, жаңағы эстоның заттары, асхананың құрылғылары деген сияқты хит тауарлардан бөлек заттарды әкеп бере аламыз. Одан кейін біздің статистикаға келетін болсақ, бізде қазіргі таңда 3522 клиентіміз бар Telegram чатында, группаларымызда. Тауардың айналымы ББ бағасымен есептегенде 38,5 миллион теңгені құрап отыр. Бізге инвестиция қоятын адамдардың саны бар, оның саны қазір 14-ке жетті. 14 адамнан мен көп айтады, ақшаны қалай нөлден бастауға болады. Нөлден бастады, дәлелдеді, сатып, соң кейін айтты: міне ағам осындай бизнесім бар, міне железіне. 14 адам ақша салып отыр. Инвестор. Сондықтан ақшаны кімнің Бағланның шығарып алғаны бар. Біздің қазақтар дейді, ақша керек бизнес жасау үшін деп айтады. Ал бизнесті ақша жасау үшін жасайды ғой дейді. Ол алдымен ақша жасап алғысы келеді дейді. Содан кейін бизнес жасағысы келеді дейді. Ал керісінше бизнес не үшін жасайсың? Ақша жасау үшін жасайсың. Міне қойзалдарындағы нақты мысал. Кеттік. Одан кейін 350-ден астам хит тауардың түрі бар. Свежий милар. 9 қалада филиалымыз бар, Қытайда 7 қалада қоймаларымыз бар.
Және де біздің 9 қала бойынша бізде командада 27 адам толық құрамды жұмыс жасап отыр қазір Шопикон компаниясының брендінің атынан. Бұл біздің статистика. Одан кейін біздің мақсатымыз қандай? Біздің мақсатымыз осы жылдың соңына дейін бизнес бастаулықтары үшін осы бүкіл Қазақстанның қалаларында бірінші эксперт топтар желісі болып құрылу. Әлі біз ашылмаған қалалар бар. Ол жақтан әлі бізге ұсыныс түспей жатыр. Ұсыныс түсетін болса, алда уақытта ашылатын ой мақсатымыз бар. Одан кейін 2020 жылға дейін Қазақстанның барлық облыстарынан Шопикон брендінің атынан 80 қалада бөлшек бағамен, яғни розница бағада дейді ғой, эксперттен бөлек, оптумнан бөлек розница бағада 80 қаладан точкалар ашатын мақсатымыз бар. Одан кейін мақсатымыз ТМД мемлекеттерінің филиалдар ашу. Бізде қазір Ресей және Өзбекстан мемлекеттерімен қарым-қатынас жасап отырмыз. Сол жақта бізде дос бауырларымыз бар. Бізде қойған алға мақсатымыз сол ТМД мемлекеттерінен қараңдаршы, Қытайда миллион қазақ тұрады. Енді бүкіл Ресей, бүкіл Өзбекстан, Түркмен бәрі қазақтар арқылы істеу керек қой, егер біз береке бірлігіміз жақсы болса. Солай ғой да? Украинаң бар, бәрі біз арқылы, Беларусияң бар. Соны жасап жатыр, мен қақсап жүрген нәрсем сол болатын. Ары қарай, аха. Сол Технодом, Сулпак деген сияқты конкуренттерімізді сындыру біздің мақсатымыз негізі. Біздің конкуренттеріміз Технодом мен Сулпак. Біз көрсететін қосымша қызметтің түрлері қандай? Біздің клиенттеріміз арасында госзакуппен, тендермен, самұрық қазына тендерлермен айналысатын кісілер бар. Біз оларға да заттар әкеп беріп отырамыз, жаңағыдай 100%, 200% маржиналист деп айтады оларда. Сондай пайда қалдыратын тендершіктерге зат әкеп бере аламыз. Келу уақытысы 15-12 күнде келеді. Одан кейін Қытайдан бөлек қазір біз Түркияның да нарығына шығып жатырмыз. Түркияның Стамбул, Измир деген қалаларынан біз тері өндірісіне қатысты киім, сумка, аяқ киімдерді әкеп беріп жатырмыз. Оның келу ұзақтығы да 12-14 күнді құрайды. Одан кейін бізде базарларда точкалары бар клиенттеріміз бар біздің. Олар затты Үрімшіден, Қарғостан, болмаса Алматыдан, барахолкадан алып отырады. Біз оларға ішкі Қытайдан өте арзан бағамен тұрақты түрде жеткізіп беріп отырмыз. Мысалға бізде Астанада Артем деген базарда 2 тұрақты клиентіміз бар, ойыншықпен айналысатын. Біз соларға ішкі Қытайдан өте арзан бағамен әкеп беріп отырмыз. Олар бұрын соңында барахолкадан алып отырды, енді қазір бізден алып отырады. Біздің осындай қосымша қызметтеріміз бар. Сұрақты сәрсенбі күні қойыңыздар, қазір презентация. Болды ма? Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Елдос, қанша ақшамен бастадың, шынын айтшы? 1,5 миллионмен бастадым. 1,5 миллионнан қазір міне 38 миллиондай оборот жасады. Жақсы ғой, 9 қаладан ашты, андай. Енді маған айтады да, Елдос аға, сіз кепілдік. Мен айттым, мынандай жағдай болуы мүмкін, өте біреу мысалы 10-20 миллион теңге ақшаны төлеп тастап болғанда, соны Қытайлар лақтырып кетіп немеде, сондай бір жағдай болса, онан кейін адамдар айтады ғой, Ахметбек аға, сіз кепілдік бергесіз деп маған келмеу үшін айттым, жауапты өзің бересің. Мен бірақ осы уақытқа дейін таза адал істеп жатқанын көрдім, және де анандай үлкен мақсат қойған адам бір клиент алдамауға тырысады, солай ғой. Бір клиент алданса, үлкен ана мақсатына крест қойылады. Көріп осы ТМД-ға шықсам, бүкіл Украинаға, Россияға шықсам, Өзбекстан, Тәжікстанға шықсам, бүкіл 80 қаладан дүкен ашсам деп отырған адам, ұсақ түйекке біреуден алдағанға тиын тебен үшін арын сатпайды, солай ғой. Оған таза істеу, адал істеу, бұған тиімді үлкен мақсатына жету үшін. Ана Уоррен Баффеттің айтатыны сол, егер сен шынайы немене болатын болсаң, адал болсаң, мен істеген істейсің деп. Мысалы, пайда қаншаға шықты қазір орта есеппен? Пайда 4 миллиондай болды бүкіл 9 филиал бойынша. Тамаша. Қол соқпай келесіз.